Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 58-ші сабақ шебердің қолы ортақ тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтағы бірінші тапсырма суреттерге зер сал, ортақ тақырыпты тап. Балалар, суретте қазақтың ұлттық зергерлік бұйымдары, әшекейлер, ертоқым бейнеленген, барлығы да қазақ халқының ұлттық әшекейлері. Оларды зергерлер жасаған, сондықтан бұларға ортақ тақырып зергерлік өнер деп алсақ болады екен. Келесі екінші тапсырма. Түсініп оқы, зергер. Білесің бе бұл істі, зергерлікке кім дайын? Балқытып ап күмісті, сапырады судайын. Осы жұмыс ырғағы, білезікпен алғаны, сақинаны сырғаны, күміс сымнан тартады. Көрсең қайран боларсың, мақтанышы ол бір елдің, күміс дейді тағасың, таралғы мен жүгенін. Демеңіздер бұл қалай, күмісті де илеген, осы өнерді мұрадай, зергерлерден үйренем. Өлең авторы Фариза Оңғарсынова. Балалар, өлеңдегі тартады сөзі жасайды деген мағынаны береді, ал таралғы сөзі ат әбзелі деген мағына береді. Үшінші тапсырма, ақын сұрағына жауап бер. Балалар, бізге ақын білесің бе бұл істі, зергерлікке кім дайын деп сұрақ қойған екен, Олай болса балалар, зергерлікке ұқыпты, шыдамды, әсемдікке қызығатын, қолының икемі бар адам зергерлікке дайын адам деп білеміз. Төртінші тапсырма, өлеңге сүйеніп, зергерлік өнер туралы айт. Балалар, өлеңге сүйенсек, зергерлік өнер өте нәзік те жауапты іс. Зергер халықтың ақ күмісін таңдап алып, оны балқытып, соғып, жүзік, білезік, сақина, сырға сияқты әшекейлер жасайды. Бұл жұмысты шебер ұқыпты, шыдамды адам ғана орындай алады. Зергердің қолынан шыққан бұйымдар әдемілігімен елді таң қалдырады, Сондықтан зергерлік өнер халық қадірлеген бағалы өнер болып табылады. Бесінші тапсырма, өлеңді тыңда. Тобылғы. Саясында кәде өскен, сайға біткен тобылғы, желге билеп белестен, ойға біткен тобылғы. Ауылымның көп қырын, бұтаң басқан тобылғы, хош иісті ақ гүлін жұпар шашқан тобылғы. Күлім қағып ақ әжем, күбі ұстаған тобылғы, таңғы самал ауамен тыныстаған тобылғы. Мөлдір моншақ таң шыңғым, тағып алған тобылғы, бабам өрген қамшының сабы болған тобылғы. Өлең авторы Бауыржан Жақып. Балалар, тобылғы өлеңіндегі кәде сөзі шөптің аты болып табылады. Алтыншы тапсырма, өлеңге сүйеніп, тобылғы туралы 3 сұраққа жауап бер. Олай болса балалар, бізде 5-ші тапсырмада тобылғы туралы өлең берілген, Сол өлеңді оқып шықтық. Енді осы өлеңге байланысты бізге 3 сұрақ берген екен. Бірінші сұрақ, тобылғы қайда өседі? Балалар, тобылғы сайда, ойда, қырда өседі, Қандай гүлдері бар? Тобылғының ақ жұпар гүлдері бар. Қалай пайдаланылады? Балалар, тобылғы күбі ұстағанда және қамшының сабын өргенде пайдаланады, 7-ші тапсырма, зергерлік өнерге қатысты кесте бойынша сөйле. Балалар, осы зергерлік өнерге қатысты біз білемін, яғни қазіргі таңда білетіндерің, одан кейін бүгінгі сабақта білгендеріңіз, яғни білдім, ал білгілеріңіз келеді. Тағы да зергерлік өнер туралы не білгілеріңіз келеді, соны жазасыздар, Олай болса сіздерге мен мынандай үлгі дайындап қойдым. Білемін, яғни зергерлік өнер әшекей бұйымдар жасайтын халықтық өнер екенін біз білдік, Зергерлер күмістен жүзік, білезік, сақина, сырға жасайтынын біз осы уақытқа дейін білгенбіз, Ал бүгінгі сабақта біз білдік, зергерлік бұйымдар қолмен, үлкен шеберлікпен жасалатынын білдік, Зергер болу үшін шыдамдылық пен ұқыптылық керек екенін біз осы сабақта білдік, яғни білдім. Білгім келеді.
Болашақта сіздер не білгілеріңіз келеді осы зергерлік өнер туралы? Яғни, зергерлік бұйымдар қалай және қандай құралдармен жасалатынын білгім келеді. Ертеде зергерлердің еңбегі қалай бағаланғанын білгім келеді. 8-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Ғаламтордан немесе энциклопедиядан халқымыз тобылғы мен қамшыны неліктен қастерлегені туралы мәліметтер жинастыр. Балалар, халқымыз тобылғы мен қамшыны терең мағынасы үшін қастерлеген. Тобылғы берік, киелі ағаш деп саналатын, одан сапалы қамшы сабы жасалған. Тобылғы оты тазалық пен жылулықтың белгісі болған. Қамшы ер азаматтың айбыны, биліктің, тәртіп пен қорғаудың нышаны. Ол жамандықтан сақтайды деп сенген. Сондықтан тобылғы мен қамшы күштің, намыстың, қасиетті дәстүрдің белгісі ретінде қадірленген. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпағайсыздар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.